Сәлем балақай, сен Бөпетова арнасындасың. Ал қазір біз орман жануарлары туралы танып білеміз. Бұғы. Бұғы бұзауы туа сала аяқта тұра алады екен. Бұға тез үйренетін жануар. Олень. Оленята могут стоять на ногах сразу после рождения. Олени легко приручаются. Deer. Тау-теке. Тау ешкілер биіктен еш қорықпай, биік жартастарда өрмелеп жүре береді екен. Горный козел. Горные козлы не боятся высоты и могут спокойно лазать по отвесным скалам. Айбекс. Қоян. Қояндардың артқы аяқтары симметриялы болмағандықтан бір алаңдап жүгіреді екен. Жылдамдығы сағатына 70 шақырымға дейін жетеді. Заяц. Қояндардың артқы аяқтары симметриялы болмағандықтан бір алаңдап жүгіреді екен. Жылдамдығы сағатына 70 шақырымға дейін Зайцы асимметричны, поэтому они бегают петляя. Могут разгоняться до 70 км в час. Rabbit. Қасқыр. Қасқырдың көсемі тобының алдында құйрығын көтеріңкіреп жүреді екен. Өзіне сенімі молайған сайын топтағы беделі де жоғары болса керек. Волк. Вожак стаи волков всегда идет впереди своей стаи с высоко поднятым хвостом. Чем увереннее в себе волк, тем важнее его положение в стае. Wolf. Қоңыр аю қолының бір соққысымен бұғының омыртқасын үзіп жібере алады екен. Медведь. Взрослый бурый медведь одним ударом лапы способен переломить позвоночник глазу. Bear. Қане балақай, саған орман жануарлары туралы ұнады ма? Келесіде біз балық әлемін танимыз. Сау бол!